День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли, этот день Победы. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, кешіміздің қонақтары, оқушылар. Сіздерді ұлы жеңістің 75 жылдық мерейтойына арналған ерлікке тағзым тақырыбындағы әдеби композициялық кешке қош келдіңіздер дегім келеді. Ашық аспан, бейбіт өмір, бүгінгі ұрпақ тәуелсіз Қазақстан елінде алаңсыз өмір кешуде. Мұндай еркіндік бақытын адамзат тарихындағы ең жойқын күресте есіктен белі шықпай еңбекке араласып, қуанасы бекемей қолына қару алып, қазық қаны қалғанша күрескен аға ұрпақ сыйлады. Біздің тарихымыздағы елеулі оқиғалардың бірі Ұлы Отан соғысы. Ұлы Отан соғысы 1941 жылдан 1945 жылға дейін 1418 күнге созылды. Бұл соғыста тәуелсіз мемлекеттер достығы елдерінен 27 миллионнан астам адам қаза тапты. Соғыста қаза тапқан қазақстандықтардың саны 603 мыңнан асады. Кеңес одағының батыры атағын алғандар 11.600 адам. Оның 497-сі қазақстандықтар, 97-сі қазақтар. Кеңес одағы батыры атанған семейлі жерлестерімізге назар аударайық. Отан үшін отқа түсіп, сіздерге жарқын болашақ сыйлай білген әр жауынгер құрметіне үнсіздік минутын жариялаймыз. Үнсіздік минутын. Наступает
молчание. Рас, оны көрдік біздер кинодан. Оқ қоралап от кешкен арыстардың арқасында аман қалды бұл ғалам. 5-ші сынып оқушыларын бейбіт орындауында бейбіт күн тілеген әнін қабыл алыңыздар. Жойылсын жалы сөз сол сенен, оқтаусыз мәңгілік жойылсын. Томбаның орынын тегістеген, көректер музейге қойылсын. Еліміз достарым, ән бастарым, көтеріп жанғырым. Данасын дала баласын ана, жоқтамасын мәңгілік.
Рахмет, Қадиша. Шақыр ауылды. Bir тойым бар. Келіп төріме жайғасып отырыңдар. Әже, бүгін менен асқан бақытты жан жоқ. Мен бүгін мектеп бітірдім. Жаңа өмірім баспалдағын дәрігер болып бастаймын. Талабыңа нұр жаусын балам, арманыңа не? Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Соғыс басталды дейді, соғыс! Әше, соғыс бастады, соғыс! Мен қорқамын! Қарғыс атқыр Гитлер, нет бар еді бізден, бейбіт жатқан елден. Сізге ауылдық сәтсөтке шақыржат. Бұл не қағаз қарағым-ау? Комиссарға шақыру қағазы. Аттан әке, сен қазір аттанарсың. Жауынгердің рөлін атқарарсың. Неге бізге өмірсіз тесілесің? Аттан әке, жолынан кешігерсің. Кеудесінде жаны бар пақыр орнын тауып жейді, сенсіз де несібесің. Да, балам, да, күнім, болуға жарап болғанат. Әрі анам, сәбиенің барлығы саған аманат болған. Келін-ау, балам аман есен оралсын жеріне, жеңіспен оралсын, қалтасына топырақ, туған жерін топырағын салып жібер. Туған жерін топырағын өз қалтаңа салып ал, еліне аман. Кебін киген өледі, кебенек киген келеді, үлкен үйден сілем татсам, кешікпей келеді дейді, келеді.
Бесінші Д сыныбының оқушыларының орындауында «Катюша» әнін қабыл алыңыздар. Osman
Капитан Момышұлы, білген адамға карта жердің айнасы, білмеген жерді карта арқылы танып, оның ой шұқырын, орман даласын картадан ғана көріп отырамыз. Я жолдас генерал, карта білмегенге сенімді жетекші деген сөз бар ғой. Дұрыс, ал енді қараңыз, мына картаның бетіндегі қара белгі Демянск деген қала, жау қол астындағы жер, яғни оның армиясы. Мына картаның бетіндегі шашылып жатқан 90 шақты деревняның барлығы дұшпанның қолында. Москва түбін жаудың шеңгелінен азат етіп, жерін босатып алу сіздің полкке міндеттеліп отыр, капитан Момышұлы. Түсінікті жолдас генерал. Дұшпан осал емес, мықты жау. Қорғап соға ол көне қоймас. Жылы орнынан ол журналистпен қозғала қоймас. Бірақ олар қанша мықты болса да, біздің жауынгерлер олардан да мықты. Соғыс, соғыс, майдан құрған арпалыс, қылшылдаған аяз, қатарысқан дұшпан, осының барлығына шыдау керек. Тізе бүгіп тірі жүргеннен түк тұрып өлген артық емес пе? Шыдаймыз, жеңеміз жауды. Капитан Момышұлы, сізге батальоныңызбен бірге Москва түбін жаудың қолынан азат етуді бұйырамын. Құп болады жолдас генерал. Капитан Момышұлы, жан шақыруға шамамызды келтірмей, фашистердің өртей қаулап келе жатқанын қараңызшы. Сержант Мамыл, жауынгерлер ұрысқа дайын ба? Сіздің беруіңізді ғана күтіп тұрмыз. Ендеше сержант Мамыл, тиіскеннен сесін бүктірейік, ұрысқа кіресейік, алға! Жаудың көзін құртайық, елімізді, жерімізді жаудан тазартайық. Ел үшін, жер үшін, ура, ура, ура! Жасасын қызыл армия! Қызыл армия Москва түбінде гитлерлік башқыншыларды алғаш рет женді. Бұл шайқаста Бауыржан Момышұлы басқарған батальон ерліктің тамаша үлгісін көрсетті. Жауды ойсырата женді. Фашистердің Москва түбінде жеңілуі ұлы отан соғыстағы түбегейлі бетбұрыс болды. Москва қаласы сияқты Ленинград қаласы да жау қоршауда болғаны тарихта белгілі. Осы тұста қазақтың өр ақыны Жамбыл Жабаевтың Ленинградтың өлені қанша жауынгерге рух, күш, жігер болғаны белгілі. Жамбыл ақыны Ленинградтың өленін назарларыңызға ұсынамыз. Жамбыл Жабаев, Ленинградты көренім. Ленинградты көренім, мақтанышым сен едің. Не өзені сүйкімді, бұлағымдай көремін. Көпіріңе қарасам, көмкерілген су көремін. Өркеш-өркеш жарасқан шоқыралардай келеді. Сапар оған көк теңіз шомылдырып кемерін, шама күндей жайнаған аспанға үйлер бойлаған, арқа тұтып алыста айбыным деп ойлаған. Ленинградцы, дети мои,
Ленинград, гордость моя, мне в струе степного ручья виден отблеск Невской струи. Если вдоль снеговых хребтов вижу своды ваших мостов, взором старческим я скользну, вижу своды ваших мостов, зорь балтийских голубизну. Фонарей вечерних рот, залоченных крыш острия, ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя. Мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость. Петр Алексеевич Синявский. День Победы. Праздничный флаг в небеса поднимая, входит на площадь 9 мая. Праздничный флаг в небеса поднимая, входит на площадь 9 мая. Город в парадную форму одет, даже у солнца торжественный цвет. Этот святой героический праздник поровну делят прадед и правнук. Воинов хочет обнять вся страна, с гордостью глядя на их ордена. И марширует в шеренгах парада мужество Бреста и Сталинграда. Красная доблесть наших полков не потускнеет во веки веков. Прадеды, деды, солдаты победы, в бронзе отлиты, в песнях воспеты. Слава погибшим, слава живым, всем полководцам и всем рядовым. Рахымжан Қошқарбаев сынды батыр бабамыз Рейхстагқа ту тіккендігін әр қазақ мақтан тұтады. Отан үшін отқа түскен батыр бабаларымыздың ерлігін ешкім арызымыз. Как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом врага. Это праздник, сединою на листах. День Победы, День Победы.
земли. Этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Порохом крова, это праздник, сединою войскам со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы, этот день победы. Порохом крова, это праздник, сединою войскам это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ата-аналар, мектеп әкімшілігі осыменен ерлікке тағзым тақырыбындағы ұлы жеңістің 75 жылдығына арналған мектебіміздің оқушыларымен қойылған кешіміз соңына жетті. Келгендеріңізге рахмет. Құрметті ата-аналар, оқушылар, бүгінгі іс-шара өте қызықты өтті. Балалар, сендердің дайындықтарыңа көп рахмет. Сіздердің мұғалімдеріңіз Жанна Өмірбекқызы соншама үлкен жұмыс атқарды. Сендер бұл тарихты білулерің керек. Оны ешқашан ұмытуға болмайды. Биыл 75 жыл болады ұлы жеңіске. Соны есте сақтау керек, ешқашан ұмытпау керек. Бүгін сендер тарихты өте жақсы білетіндеріңді көрсеттіңдер. Сонымен қатар халықтар достығын да көрсеттіңдер. Сендерге көп рахмет. Жанна Өмірбекқызы, сізге көп рахмет. Ребята, сегодня вы очень хорошо выступили, молодцы. Это наша история. 75 лет Великой Победе. Мы никогда не должны забывать об этом. Давайте помнить. Спасибо вам за вашу память, за то, что вы так хорошо все это нам показали. Огромное спасибо. Спасибо вашему учителю Жанне Умирбековне.